ба өзгерісті балалар? Келе қойшы жоқ, жаңа индикатордың қышқылданған тұсы, қышқылды сіңірген тұсы не істеді? өзгерді ма? Қандай түске боялды? қызыл түске өзгерді, иә? Құмырсқа қышқылында, яғни индикатор түсі не істейді? Яғни қышқылда индикатор түсі қызарады, иә? Қышқылда қандай болады сонда балалар? Қызыл қандай түске боялады екен? Қышқылда. Қандай қышқыл ерітіндісінде индикатордың түсі қандай түске? Қызарады. Ал енді қазір сабынды кішкене үгітіп аламыз. Ыстық сол бұл жерде беріп тұр. Ыстық суда сабынды ерітеміз. Индикатордың түсін көріп отырмыз, иә? Сабын су салынған ортада индикатордың түсі қалай өзгерді балалар? Қандай көк? Қандай түске? Балжан қандай түске? Көк түске. Яғни сабынның құрамында не бар деген сөз? Сабын сілтілік қасиет көрсетеді, иә? Сабын суды қолға ұстасақ не істейді? Жылдыр болады ғой, иә? Қолға тайған болады. Яғни қышқылдық ортада сутектік көрсеткіш қышқылдық ортада 7-ден үлкен болады. Ал сілтілік ортада 7-ден үлкен болады, кешіріңіздер, қышқылдық ортада сутектік көрсеткіш 7-ден кіші болады. Ал бейтарап ортада сутектік көрсеткіш 7-ге тең болады. Яғни бейтарап ортада мына жерде мен сіздерге қазір ас тұзының судағы ерітіндісінде индикатордың әсерін көрсетемін. Индикатордың өзінің түсін көріп тұрмыз, иә? Ал тұз еріген суда өзгерді ма? Жоқ. Өзгерген жоқ. Яғни тұзды су не деген сөз? Бейтарап орта. Мына барлық тұздар бейтарап орта көрсетпейді балалар. Мына жерде мен ас тұзының несін көрсетіп отырмын. Мына ас тұзының формуласы натрий хлориді. Натрий күшті негіз. Бірінші топтың негізі топшасын орналасқан сіздер алдағы курста менделеевтің периодтық кестесін өткен кезде таныса бересіздер. Ал хлорид ион бұл тұз қышқылының қалдығы, тұз қышқылы күшті қышқылға жатады. Екеуі де күшті орта болғандықтан бұнда бейтарап орта болады. Су әлсіз электролит, сондықтан суда да индикатордың түсі өзгермейді. Ол да бейтарап ортаға жатады. Бұл жерде сутектік көрсеткіш 7-ге тең болады. Суда да сутектік көрсеткіш 7-ге тең болады, ас тұзының ерітіндісінде де сутектік көрсеткіш 7-ге тең болады.